Сәлем достар, сіздерге осындай лимонды печеньенің жасалуымен бөлісемін. Ыдысымызға ең алдымен бөлме температурасында сары майды саламыз. Үстінен қант және шай қасықпен ванильді қант саламыз. Оның үстінен лимонның сыртқы сары бөлігін ғана теркадан өткізіп қосамыз. Лимонымыз осындай болуы керек. Барлығын лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады. Үстіне кішкене шым тұз қосамыз. Тағы да араластырамыз. Араласқан соң үстіне 2 жұмыртқаны саламыз. Араластырамыз. Жаңағы лимонды 2-ге бөліп, жартысының суын сығып аламыз. Сол суды осы массамызға қосамыз. Міне лимонның суы қосып, жақсылап араластырамыз. Осы кезде куркума қоссаңыздар болады. Одан печеньенің дәмі өзгермейді. Түсі қанық болу үшін қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнның жартысын салып, үстіне 1 шай қасық қосқыш саламыз. Ұнның барлығын бірден қоспаймыз. Жартысын саламыз тек. Араластырамыз. Біркелкі консистенция болғанда, ұнның қалған бөлігін қосамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Барлығын араластырамыз. Ұнның қалған бөлігін де салдым. Енді осыдан қамыр илейміз. Осындай қолға сәл жабысатын қамыр шығады. Тоңазытқышқа 1 сағатқа, немесе асығыс болсаңыз, мұздатқышқа жарты сағатқа салып алсаңыздар болады. Мен мұздатқышқа жарты сағатқа салып алдым. Керегінше алып, осылай қолыңызбен дөңгелете отырып, қантын дағына аямай аунатып аламыз. Қантаны егер аз аунатсаңыз, сырты трещина болып, әдемі болып піспей қалады. Яғни сырты еріп кетеді. 200 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Жасап көруге кеңес беремін.